Құрметті менің жазушыларым, бүгін менің жеміс ағаштарым қандай жағдайда екендігін сіздермен бір бөлісіп қоймақшы болдым. Қазір шетінен таныстырып шығайын. Мынау авокадо, мынау екінші авокадо. Мынау авокадо залда терезенің алдында тұрды. Мынау екіншісі ас үйдің терезесінің алдында тұрды. Екеуінің бойы екі түрлі. Ас үйдегінің бойы биігірек. Мынау келесі тұрған лимон ағашы. Лимон ағашы көктемнің шыққаны белгілі болып келе жатыр. Ағашы көптен күтіп жүрген едім. Бір рет тіпті кестім де бұтағын мінекей мына бір жерден міне бұтағын кескен болатынмын. Сонда да екі айырылып бұтақ шықпай, ары қарай тек қана бір бұтақ осылай көтерілген болатын. Ал енді міне көктемнің келген белгісі өте жақсы болып жатыр. Өзінен өзі екі айырылып, екі бұтақ міне ашылып келе жатыр. Бұл да бір қуанышты жағдай. Және сонымен бірге мына жерде түп жағында тағы да бір бұтағы бар тұғын, екінші өскен. Ол да жапырақ жаңадан жайып келе жатыр. Дегенмен де мына гүлдің сыртқы көрінісінен оның шаршап тұрғандығы, қыстан әрең шыққандығы көрініп тұр. Сондықтан бүгін бұларға бір көңіл бөліп, тыңайтқыштар құйып, суарып көңіл бөлмекпін. Ал енді келесі тұрған мына беттегі мынау анар ағашы ауырды, ақ көбелек пайда болды бұл гүлде. Жасыратыны жоқ. Бұны марганцовкаға жапырақтарын, бұтағын салдым. Дегенмен де әлі бұл енді жаңадан мінекей, қазір байқасаңыздар, жаңа бұтақтар енді шығарып келе жатыр. Бұл мінекей мына жерден екі бұтақ жаңа өрбітіп келе жатыр. Мінекей мынау қызғылтау, қоңырлау болып келген бұтақ, екеуі де жаңа бұтақтар, мінекей кішкене жапырақтарын неғып өсіріп келе жатыр. Келесі тағы да екінші анарды жемісін отырғызғандарымыз, мінекей тағы да біреу бар анар. Міне бұл ауырған жоқ, бұның жапырағы бәрі жасыл түсті. Бұл ас бөлмеде тұрды. Мінекей ас бөлмеде тұрды. Жапырақтары бәрі әдемі, тамаша. Бұл анар ағашының екінші гүлі. Мынау қонақ бөлмеде тұрды. Білмедім енді салқындау болды ма, қонақ бөлменің ауасы онша болмады ма, білмеймін. Қонақ бөлмеде тұрған гүлдердің көбісі жаңағындай дұрыс суарылмады ма, сондай не болды. Ал енді мынау әдемі, менің ең әдемі горшогым, құмыра дейді. Осы әдемі құмырамда өсіп тұрған бұл цитрустық өнімдер. Бұл жерде мандарин бар, арасында бір анар ағашының да жапырақсыз анар, енді түлеп осы жапырақтары түсіп, жаңадан жапырақ атпақшы ойы бар. Сондықтан оны да түсіну керек деген сияқты. Ал енді мынау цитрустық нелер, бұларда су ішпей, шаршап, әдемі тыңайтқыш беретіннің алдында мен бұларды суармадым. Дегенмен де мінекей байқап қарасаңыздар, мына жапырақта жаңадан жапырақтар атып жатыр. Мінекей мына жерде де жаңа жапырақ атып келе жатыр. Міне қазір нақты көрінеді. Мінекей жаңадан кішкене жапырақтар шығарып өсуге ұмтылып келе жатыр. Мына бір неде, бір ненің өзінде 3 бұтақ жайды, жаңадан өскіндер беріп келе жатыр. Мінекей мына жерде де жаңа бұтақ жайып келе жатыр. Мына төбесіне қарасаңдар тағы да енді көктем шығып, жақсы суарылып, не қылса, күтім көрсетіп жіберсе, өте жақсы жаңағы ары қарай қаулап өседі деген ойдамын. Бұлардың бәрі дәнінен тамырлатып өсірген цитрустық нелер. Жағдайын енді көріп тұрсыздар, көптен суарған жоқпын. Өйткені жаңағы өзім командировкада болдым, гүлдер көп не болмады. Дегенмен де бұның барлығы шыдап тұр екенінен келгенше, енді бұларға жақсы не беріп жатырмыз. Жағдайларын жақсартпақшы болып жатырмыз енді гүлдердің. Мынау жаңа айтпай кеттім, тропикалық жақта өсетін ғой енді авокадолар. Сондықтан бұлардың жапырағын жаңбырлатып тұрмаса, үйдің ішіндегі ылғалдылықтың нормасы қалыпты жағдайдан бұларға дұрыс жағдай болмаса, мысалы тропикалық жақта жаңбыр жауады, көлеңке көп болады, ағаш талдар көп биік. Сондықтан қатты күн ыстық болмайды, қатты күн салқын болмайды тропикалық жақтарда. Сондықтан бұл ағаштар өте әдемі өседі. Ал енді мына үй жағдайында жаңбыр жоқ, жапырағын жаңбырлатып, жаңағы су себілмегеннен кейін, мына бұрынғы ескі былтырдан қалған жапырақтары қурап, жаңағы гүлдің өңін онша жақсы қылмай тұр. Сондықтан бұны бір рет мен жан-жақтарын кескенмін, мынандай қурақпағандарын жан-жағын дөңгелетіп ойып алып тастап, ортасының жасылын қалдырған болатын. Мына гүлде де дәл солай, жаңа жапырақтар мінекей әдемі болып өсіп келе жатыр. Өйткені қыс кезінде күннің қатты несі жоқ, күн қатты беріп тұрған жоқ, бірде бұлтты, бірде
жаңағы аз ғана уақыт түседі күн. Сондықтан жаңа шыққан жапырақтар әдемі, өзінің көркімен сай болып тұр. Ал енді мына жапырақтың біреуі мінекей түсіп қалды. Мына гүлден түсті. Біреуі мына бұл жерде жатыр. Ал енді қазір мен мынаның қырқып тастайтын, қырқып тастап жан-жағын жаңағы кесетін кесіп, кішкене әдемі қалыпқа келтіргенмін. Су құйып болғаннан кейін. Міне осындай жағдай. Біздің мына анар ағашының бойы әрине ұзын болғанмен, ол жапырақтарын бәрін төгіп тастады. Оның үстіне мен жаңа қайталап айтамын, ақ көбелектер пайда болып бұл гүлде. Мен бұны марганцовкаға салып, шомылдырып, жуындырып, осындай қазір жапырақтарын алып тастағанмын. Жаңа жапырақтар біртіндеп шығып жатыр, жаңа бұтақтар беріп жатыр. Мұның барлығы бізге қуанышты жағдай. Ал енді мынау соңғы жаңағы жеміс ағашының бірі құрма пальмасы. Бұл құрма пальмасы уже бірнеше бір жыл болып қалды осы неде горшокта өсіп жатыр. Енді бұларды жеке-жеке горшоктарға отырғызу керек енді. Осы көк осы мезгілде осы бір суарғаннан кейін топырақ жұмсап, кішкене бойларына қуат алған кезде жаңадан жеке горшоктарға отырғызам. Мінекей, видеоның аяғына дейін көріңіздер. Енді гүлдердің барлығын сіздерге жағдайымен қысқаша түсіндіріп өттім. Енді мына осы гүлдерге қандай тыңайтқыш берейік деп жатқанымды сіздерге айтып өтейін. Бұл гүлдерге мен краннан, фильтрованный краннан жаңағы таза суды құйдым, тұндырып қойдым. Енді оған мен шайнектен кішкене ыстығырақ су құямын, жылы болу үшін. Енді мынау аспириннің жақсы гүлдерге кішкене күш қуат беріп, одан кейін не қылу үшін жақсы осындай бұтақтар жарып, сәті түссе гүлдеуге сондай жағдай жасамақпын. Ол үшін мені жаңағы көрсеткен аспириннен бір таблеткасын салдым суға. Кішкене десін бұл өзінен өзі бөртіп еріп, сумен араластырамыз. Араластырған кезде бұл жаңағы толығымен жаңағы еріп кетпей, кішкене ақ қардың ұшқындары сияқты болып ішінде жүреді. Ол қалыпты жағдай. Қазір осылардың барлығына құйып шығамыз. Авокадоның жапырақтарының жан-жағын қиып, былайынша әзірге қиып қоямын. Бұл жаңағы жапырақсыз қалмасын, көркемдігін жоймасын деген мақсатпен. Мына жапырақты да солай. Авокадоның жапырақтарын жаңағы қураған жерлерін кескеннен кейінгі мынау түрі. Мінекей, екеуінің де түбін осылай қырқып қойдым. Енді қазір жасанды пульверизатормен жаңғырлатып жатырмын. Негізі осындай жаңғырлату несін процесін аптасына бір рет, не болмаса 3-4 күнде бір рет жасап тұру керек. Өйткені бұлар тропикалық жақтың несі жеміс ағаштары. Мына анар ағашында мінекей жапырақпен, жаңғақты да, құрма пальмасында осылай суару керек, жапырақтары су ішу керек. Мынау лимон, мандарин, цитрустарды да осылай артық болмайды. Мынау анар ағашының шарбасындағы жапырақтары, бұларға да су беріп қояйық. Бұлар да су үшін. Жаңа айттым мен, жаңадан мінекей бұтақтар ашып жатыр.
мына жерде цитрустар, мандарин, апельсин, лимон бар мына жерлерде. Барлығы дәнінен өсірілген нелер, жемістер. Жаңбырланды барлығы. Әжептәуір суға шомылды. Бүгін маған бұл гүлдердің барлығы рахметін айтады деп ойлаймын. Іштей қуанышқа бөледі деп ойлаймын. Міне бүгінгі біздің жеміс ағаштарының күтудің кезегі келген болатын. Сол міндетімізді атқарып бүгін бір жеңілдеп отырмыз. Рахмет көңіл қойып тыңдағандарыңызға.